астымда өрге шабайын, еңсемді мен бір көтеріп елге қарайын. Микрофонымды қолға алып алдыңа келіп, тойыңда бүгін шырқатып әнге салайын. Енді бір сұрақ, әулеттің үлкендері, осы күнге дейін заңғарды біз қалай еркелеттік? Дико? Зико? Зинго? Зика? Зико дейді. Сосын нағашылар? Евгений дейді? Зигиньо? Ой, сен тағы шетел екенсің ғой. Достар, қалай еркелеттік? Зоқын? Зоқын деген бірдірлік дейді. Заңғар соқын, заңғар соқын үйренді деп қойсын. Қасы, қарта, қамыр, қуырма, қойны силикон. Қазақша болмайды екен. Жаңағы өлең қандай болды? Құстар жылы жаққа не үшін ұшады? Негізі заңғар мен сымбат бақытты ағайын. Шын айтайын. Бақыт деп біз кейде шатасып, байлық, дүние, мәнсап, зәулім сарай, машина немесе ақшаны ойлаймыз бақыт деп. Бірақ ақша қолдың тұзы ағайын. Мен емес, Абай Құнанбаев былай айтқан екен. Әке шешем бар кезінде тауық сойып бере алмасам, бақилық болғаннан кейін жылқы союдың қажеті жоқ дейді. Енді сіздер бар кезінде бағалап, бар кезінде қадірлеңіздер. Сіздердің бақыттарыңызда, сіздердің байлықтарыңызда, ол сіздердің қазіргі ата-аналарыңыз. Ата-аналарыңыз аман болсын, әкем мен анам мәңгі жасай берсін. Қош келдіңіздер. Сіздерге или суперприз? Суперприз? Қытайлар жасамайтын жоқ мына. Үштөбе қаласының екеуі бірге. Және де отырыңыздар, ол үштөбе қаласы отырыңыздар. Және де мынау сағат